Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін біз осындай сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Өте дәмді, нәзік, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің арнамнан түрлі жаңа рецептер табасыздар. Жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық рецептің мөлшері бізде описанияда жазылып тұр. Ең алдымен біз пирогты дайындау үшін қамырын илейміз. Ең алдымен ұнға қантымызды, сары майымызды және де қаймағымызды және бір жұмыртқамызды қосып, біркелкі жабыспайтын қамыр пайда болғанша жақсылап тұрып илейміз. Яғни кәдімгі қамыр пайда болу қажет видеодағыдай. Кейін оны илеп алғаннан кейін біз оқтаумен астына кішкене ұн сеуіп жайып аламыз, 1-2 см қалыңдықта етіп. Сосын кейін оны формаға салдырып, жан-жағын келтіріп, формамызға келтіріп аламыз да үстін вилкамен өстіп тесіктер жасап шығамыз, тез пісуі үшін. Енді салмасын дайындайтын болсақ, ол үшін ең алдымен сүзбеге біз қажетті мөлшердегі қантымызды, қаймағымызды және де бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап тұрып блендерден біркелкі масса пайда болғанша жақсылап өткізіп аламыз. Видеодағыдай етіп, міне жақсылап біркелкі массаны, осыны біз осы салмамызды жаңағы қамырымыздың үстінен құятын боламыз. Және де бетін мен әдемілеп өрікпен әрледім. Сіздер кез келген жидекпен немесе жеміспен әрлеулеріңізге болады, немесе әрлемей қоюларыңызға да болады. Осы пирогымызды 180 градуста 40-45 минут пісіретін боламыз. Міне пирогымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.